Сәлем барлықтарыңызға. Біз бүгін ракушка сумкасын тоқитын боламыз. Оған қажетті құралдар. Бірінші бізде трикотажды жіп керек. Трикотажды жіп, бұның ұзындығы 100 метр, ені ширинасы қалыңдығы 8-9 мм және салмағы 330 грамм. Келесі 2 кольцо керек сөмкемізге. Одан кейін мынандай дайын цеп алсаңыз болады, болмаса цеп алып карабиндер алсаңыз болады. Менде дәл қазір дайын цеп карабинімен бірге. Одан кейін тағы да бір карабин керек. Метр керек болады. Қайшы керек. Одан кейін 8 нөмірлі мынандай ілмек керек. 8 нөмірлі. Және одан төмен нөмірлі өзіңізде қандай бар, сондай пайдалана берсеңіз болады. Менде бұл 4 нөмірлі ілмек. Ішіндегі жіптерді жасыру үшін. Одан кейін мынандай ине керек болады. Осындай трикотажды жіптерді тігуге арналған. Егер мынандай инеңіз жоқ болса, онда мындай төмен нөмірлі ілмекпен жасыра берсек болады. Олай болса, сөмкемізді бастаймыз. Артық заттарды жинап қояйық. Ілмегімізді аламыз. Бірінші трикотажды жіпімізді алып кішкене қатты емес, кішкене ғана тартып, созыңқырап аламыз, жинақтап. Сізге қанша көлемде керек, сонша көлемде. Соншалықты. Енді жіптің ұшын шамамен мінеки 30 сантиметр. Шамамен 30 сантиметр. Тіпті одан кішкене көбірек алсаңыз да болады. 35 сантиметр. 40 сантиметрлей аламыз. Бұл бізге сөмкенің шетін тігу үшін керек болады. Осында қалдырамыз. 35-40 сантиметр. Енді ілмегімізді бұлай ілеміз. Осылай іліп, тағы да көрсетемін. Бұлай айналдырып аламыз. Ілмегімізді кіргіземіз жіптің ішіне. Енді жұмыс жібін өткіземіз. Сонда бізде біреу тоқылды. Тағы да тоқаймыз. Дәл осындай 20 баған тоқуымыз керек. Бізде мынау тоқылғандарды баған деп атаймыз қазақ тілінде. Столбикті баған дейміз. Қатты бос та болмасын, және қатты тартып та жібермеңіздер. Бір қалыпты. 1, 2, 3, 4, 5. Неге бізде қазір 20 шықты. Тағы біреуін тоқимыз. Бұл ауадағы бір баған. 21. Енді мына тоқылған осындай шығады. Енді бұны
теріс қаратып аламыз. Теріс қаратамыз да. Бірінші бағанға тиіспейміз. Мінекей бірінші баған. Екінші бағаннан бастап ілмегімізді жіптің ортасы теріс қаратқан кезде, мына ортасындағы жіп тұр ғой, содан өткіземіз. Біреу, екеу, үшеу, мінекей осылай тоқылады. Төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, мінекей соңғы жібі, соңғы бағанға да келдік. Соңғы жіп мінекей соңғы ортасында тұрған. Қарасаңыздар, мына жерде де ашық тұр, бұнымен шатастырмаймыз, иә. Соңғы мінекей түйін болып тұрған жердегі жіпті ашып аламыз да, сол жерге ілмегімізді кіргізіп, бір баған тоқимыз. Сонда 20 болды бізде. Енді тағы да бір баған, бос баған бір рет тоқып аламыз. Енді мынау тоқығанымызды айналдырамыз. Сонда бізде осындай тоқылған дүние шығады. Енді келесі бізде қарасақ, 20 болды, иә. 20 ендігі бізде дәл сізде маркер болса, маркермен осы жіпке арналған, маркер жоқ болса, басқа түстен жіптен кішкене кесіп алыңыз да. Мінекей, мысалға басқа түс, иә. Бұл бізге қазір маркердің орнына керек болады. Мына жерде бірінші бағандық тастап кетеміз, екінші бағанның мінекей алдыңғысынан өтіп, артқысынан жіпті өткіземіз. Жұмыс жібін өткізіп, осылай тоқимыз. Біреу, мінекей. Тағы да қайталап айтамын. Бірінші қайтадан тоқып көрсетейін. Мінекей. Бірінші бағанды қалдырамыз. Екінші баған, иә. Екінші бағанның алдыңғысынан өтеміз, артқысына ілмегімізді кіргіземіз, мінекей. Одан жұмыс жібін іліп, осылай тартып аламыз. Бір. Қатты тартып та тоқымаймыз, қатты бос та тоқымаймыз, иә, бір қалыпты. 2. Мен 3 болды. Мынаны тағы да қажетінше өзімізге жіпті тартып алайық. Кішкене созып.
Не үшін созамыз? Себебі бұл трикотажды жіп болғаннан кейін кішкене созылады. Сөмкеміз қатты бос болып қалмау үшін біз алдын ала арнайы осылай кішкене созып дайындап алғанымыз дұрыс. Жалпы мынау тоқып жатқан ракушка сумкамыз мезгілге қарамайды, қай мезгілде болса да ұстай берсеңіз болады. Орыс тілінде водоотталкивающий дейді ғой. Сондай средствоны алып, бір сеуіп алып, содан кейін ұстай берсеңіз болады. Қай мезгілде болса да ұстасаңыз өте ыңғайлы. Сөмкеде тоқып жатырмыз. 3 болды, иә? Мінекей. Жіптің алдыңғысына емес, артқысынан өткіздік. Ілмегімізді, ілмекке жұмыс жібін ілдіп, мінекей тартып алдық. Осылай қанша үштедік? 5 болды. 6-шымызды тоқтық. 7. Шуақта 7-8. Шуақта 7-8 болды. 9. 9-шымызды тоқыдық. Енді 10-шы баған. Біз 10-шы бағанға екеу, тағы біреу қосамыз, сонда 2 баған тоқимыз. Мінекей. Біреу. Тағы да сол. Мінекей ойыққа, иә. Сол жерге тағы да екіншісін кіргізіп тоқып аламыз. Бұл келесі жіпте де дәл солай бағанда да 2 бағанын тоқимыз. Біреу. Екеу. Енді бағанағы менің айтқан жібімізбен мінекей. Егер сізде осы тоқымаға арналған маркер болса, маркермен, маркер жоқ болса, мінекей мынандай басқа түсті жіппен белгілеп алсаңыз болады. 2 бағанда шатасып қалмау үшін. Ал егер жоқ шатаспаймын десеңіз, онда бұлай байлап керек емес. Мінекей 2 бағанды белгілеп алдық. Бірінші жаңа қостық қой, сондағы біріншісіне тиіспедік, екіншісін белгіледік, және екінші қосқан жердегінің біріншісін белгілейміз. Дәл қақ ортасын, сөйттік. Енді ары қарай мынау басы сияқты әр бағанға бір-бірден қосып, бір бағаннан қосып қана тоқып шығамыз. Санаймыз, 9 болу керек. 2. 2 жағымыз бірде шығу керек қой. 3. 4. Мінекей жіптің алдына емес, артына, иә, соңғы бағанның артына дейміз. 6. Неше тоқыдық қазір? 2, 3, 4, 5, 6. 7. 9. 3, 6, 9 болды мінекей. 9 жасадық, 9 тоқыдық. Енді бітті ғой, көрдіңіздер, иә? Бағандардың барлығы бітті. Енді мына жерде ауадағы бір жіпті өткіземіз. Бір жіпті өткізіп алдым, енді кері қайтарамыз, иә? Керісінше айналдырамыз теріс жағына. Теріс жағында бағанағыдай дәл солай тоқып шығамыз.
бірінші бағанға тиіспейміз, екінші бағанның алдындағы жіпке емес, артындағы жіпке ілмегімізді ілеміз. Жұмыс жібін ілдік, тарттық, осылай тоқимыз. Бір баған шықты. Ілмегімізді ілеміз, жұмыс жібін тартамыз. Екінші баған 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Бағана екінші қатарда 9 еді, мінекей уже енді қосқаннан кейін 10 болды. 10. Енді мынау белгілеген жіпке келдік, иә? Белгілеген жіпті шешеміз да. Бұл жерге 2 тоқимыз. Яғни тағы да біреу қосамыз, сонда 2 баған тоқимыз. Біреу, 2. Мынау жіпімізді де шешеміз да. Бұл жерге де тағы да біреу қосамыз, сонда 2 баған тоқимыз. Біреу, 2. Ары қарай, мына жерде де жаңағындай жіппен белгілеп қойыңыз, шатаспас үшін. Қосқан жіптердің біріншісіне емес, екіншісіне өткіземіз. Сіздерге көрінбесе, мен кішкене кесіп тастайын. Және қосқанның біріншісіне, келесі екінші бағанда 2 тоқыдық, соның біріншісіне өткіземіз. Яғни дәл қақ орталарына, ортада қайсылары тұр, соларды осылай белгілеп аламыз. Келесі баған бір талдан бізде 10 болу керек. Біреу, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мінекей соңғысы, міне соңғы жіп, мынау бағанда алды емес, артынан соңғы жіптен өткіземіз. Жұмыс жібін іліп алдық, шығарамыз, тартып. Енді ауада тағы да бір жіп тоқимыз. Тағы да жібімізді теріс айналдырамыз. Бағанағыдай. Мінекей бірінші бағанды тастап кетеміз, екінші бағанның артқы жібіне ілмекті кіргізіп, оған жұмыс жібін іліп, мінекей тартып аламыз. Біреу, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бағана бізде 10 болған, басында 9 болды, 10 болды. Енді осы қатарда мінекей 11 жіп тоқимыз. Бірдей қылып, бірлікпен 11 жіп тоқыдық, 11 баған тоқыдық. Келесі бізде мынау қос баған, қос 2 рет тоқығандарымыз, қосқанымыз. Енді міне жіппен белгілеген болатымыз, сол жерді шешеміз да, мінекей жіптің бағанның соңғы жібіне ілмегімізді салып, оған жіпті іліп, жұмыс жібін тартып алдық. Осындай 2 баған тоқимыз.
келесі дәл жаңағыдай бұл жерге де 2 баған тоқимыз. Біреу, екеу. Тағы да белгілейміз. Неге? Ең бірінші екеу жасаған, я қосқан бағанның екіншісінен жібімізді өткізіп, осында маркеріңізбен белгілесеңіз болады. Келесі біріншісі, я түсінікті ғой. Мынау бірінші бағанға тиіспейміз, екіншісіне елдік. Енді мынау қосқанның бірінші бағанын әлеміз дәл қақ ортасынан. Бұл сіздерге шатасып қалмас үшін. Егер шатаспаймын десеңіз, бұлай жіпті іліп керек емес. Келесі бізде қалған бағанның барлығын бір-бірден соңына дейін тоқып шығамыз. Бұл жақта бізде 11 болу керек. 11 баған шығу керек. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10, 11. Неге? Соңғы бағанды тоқыдық. Енді ауадағы бір жіпті ілеміз. Тағы да тоқыған дүниемізді теріс айналдырамыз. Қарасақ, 1 қатар, 2 қатар, 3 қатар, 4 қатар тоқыппыз. Енді 5-ші қатарға келдік. Бағана басындағы сияқты бұл жақта да бірінші бағанды қалдырып кетеміз. Мінекей, екінші бағанның артқы жібіне ілмегімізді іліп, жұмыс жібін тартамыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10, 11. Бағана 11 болған бізде, мінеки тағы біреу қостық, сонда 12. 12 бағанды бір бағандықтармен толықтырдық, я? Мінеки. Жерде 12 шықты, 12 баған шықты. Енді мына белгілеген жібімізді тағы да аламыз. Бұл жерге 2 баған тоқимыз. Яғни тағы да бір баған қосамыз. Келесі мына жіпті де аламыз. Бұл жерге де тағы да бір баған қосамыз. Сонда 2 баған тоқимыз. Біреу, екеу. Ары қарай барлық бағандарды бір-бір бағанмен толықтырып шығамыз. Яғни солай бір-бір бағанмен тоқимыз. Соңғы бағанды тоқыдық. Тағы да ауадағы бір баған тоқып аламыз. Енді тағы да жіп тоққанымызды теріс қаратып, барлық бағанды бір-бірден тоқып шығамыз. Бізге керегенше жіпті тағы да созып аламыз. Кішкене мынандай
Кейде мынандай оралып сізге мешать етуі мүмкін. Соны осылай мен түзеп алам. Айналдырып аламыз да. Енді бірінші бағанды тастап кетеміз, екінші бағаннан бастаймыз. Екінші бағанның артқы жібіне ilмегімізді іліп, жұмыс жібін оған іліп тартып аламыз. Дәл осылай бағанның соңына дейін тоқимыз. Біреу мінекей. Екіншісі. Үшеу. Бізде 24 болу керек, 12-12-ден 12-13 26 болу керек. Баған тоқуымыз керек. 4-еу. 5-еу. 6-еу. 7-еу. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Мына жерде бізде 2 тал қосқандарымыз бар, сол жаққа келдік, бірақ бұл жерде ешқандай добавка, яғни қоспаймыз, бұл жерде добавка жасамаймыз. Барлық бағандарды бір-бірмен тоқып шығамыз. Бұл жерде белгілеме қойсаңыздар да болады. Мына жерде қазір бізде 13 болды ма? 14. Дәл осылай мына баған біткенше өз беттеріңізше тоқып шығыңыздар. Мінекей бағанымыздың қатарымыздың соңғы бағандарына да жеттік. Мінекей соңғы бағаны ilмегімізді ілеміз. Соңғы баған бітірдік. Тағы да ауадағы бір жіп тоқып аламыз, бір баған. Енді тоққанымыз теріс айналдырамыз. Дәл осылай ештеңе қоспай, осы қатар сияқты біз 10 қатар тоқуымыз керек. Бірінші бағанды өткіземіз, екінші баған. Көрдіңіздер ғой. Біреу. Дәл осылай 10 қатар тоқимыз. Бір қатар тоқыдық, біз қазір екінші қатардамыз. Барлық бағандарды бір-бір бағанмен толықтырамыз. Ештеңе қоспаймыз, 2 өткізбейміз, біреу ғана. Дәл осылай 10 қатар тоқуымыз керек. Соңғы бағанды тоқып жатырмыз. Өткіздік. Енді ауадағы бір жіп өткізіп аламыз. Дағы да теріс қаратамыз. Бірінші бағанды өткіземіз. Бұл бізде үшінші қатар басталды. Дәл осылай қатардың соңында жолыққанша.
Қарасаңыз, бізде 20 болғандықтан 10-10-нан болу керек, иә? Арасы. Мына 2 жіп тұр ғой, мына 2 жіп қатар тұрған, иә? Өрілген сияқты. Мына 2 жіптің арасынан ілмегімізді кіргіземіз. Мына жақтағы да дәл ұшындағы 2 жіпті солай істейміз. Арасынан өткіземіз ілмекті. Жібімізді кішкене тартып, сол жерден өткізіп аламыз. Жіпті қатты да тартпаймыз, бос та болмасын. Бір қалыппен енді келесі екінші 2 жіптің арасынан өткіземіз. Жұмыс жібін тілеміз да тартып аламыз. Енді мына жіптен өткіземіз. Түсінді ма? Тағы да өткізіп көрсетемін. Үшінші бағынға келдік. Үшінші бағын мына жақтан да, мына жақтан да үшінші бағынның арасынан өткізіп, оған жұмыс жібін тілеміз. Солай тартамыз да, мына жіптің арасынан өткіземіз. Қатты кішкене кең болып кетті. Соңғы 2 жіптің арасынан өткізіп, бұны енді біз қалай жасырамыз? Мынаумен де жасырсаңыз болады. Мынандай инемен. Болмаса, кіші ілмекпен де жасырсаңыз болады. Кіші нөмірлі. Мына жердегі тоқылған жіптің арасынан өткіземіз. Тағы да бір бағаннан өткізіп аламыз. Бергі жіптен ғана, арғы бағанның арғы жібіне өтпейміз, себебі арғы жібі ол бізде сөмкенің сырт жағы, іш жағы болып табылады. Енді мынандай кіші нөмірлі ілмекпен көрсетейін сіздерге, инемен көрсеттім. Енді келесі қарама-қарсы жағына қарай жасырамыз. Бұл жіпті енді қатты ұстап тұру үшін осындай түстегі жіппен, ине жіппен тігіп тастасаңыз да болады. Болмаса, мынаның арасына жай ғана жасыра салсаңыз да болады. Осылай біздің бір жағымыз бітті. Енді екінші жағын жасырамыз. Екінші жағында дәл солай бағана көрсеткеніндей бірінші мына жіптердің кіші нөмірлі ілмекпен көрсетейін. Жақтан өткізіп аламыз.
Келесі енді бұлай істейміз. Мінде қатар тұрған екі бағанның арасынан өткіземіз. Міне келесі екінші бағанның арасынан өткіземіз жұмыс жібін. Үстімізді осылай тоқимыз. Қатты тартпаймыз, қатты тарсаңыз қазір мына жағы ашылмай қалады. Сондықтан қатты бос та болмасын, бір қалыпты бір сарымен осылай өткізіп отырамыз. Мінекей соңғы бағандар. Соңғы бағанның арасынан өткізіп аламыз. Енді тағы да қысқартамыз. Жасырамыз. Екі жіпті алып, қатар тұрған кішкентай ілмекпен екі қатар тұрған бағандардың арасынан кіргізіп, осылай жасырсақ та болады. Дәл осылай. Жібіміз біткенше жасырып шығамыз. Менің көрсетіп жатқаным сіздерге бұл кішкентай нөмірлі ілмекпен. Бұны мынандай жаңа көрсеткенде енемен де істесек болады. Жасырсақ болады. Не болсақ? Жылап жатыр ма? Мінекей. Енді келесі жаққа ауыстырамыз да қарама-қарсы жағымен осылай қарама-қарсы жақтан да жасырып шығамыз. Сонда жібіміз босап кетпейді, ұзақ ұстайды, шешіліп кетпейді. Дәл осылай мынандай артылған жіпті шыны кесіп тастасақ та болады. Мінекей енді сөмкемізді теріс жағына қарай
теріс жағын ішіне кіргізіп, оң жағына қарай айналдырамыз. Сонда бізде осындай сөмке пайда болды. Мінекей шеттерін қараңыздар. Екі шеті осындай. Ендігі біздегі жұмыс шетінен бастап сөмкенің жоғарғы бөлігін тоқу. Мінекей, мына жерде қарасаңыз ашық жерлер бар. Мінекей, былай істейміз. Мына жерде екі жіп қатар тұр, сол екі жіп қатар тұрған екі жіптің арасынан ілмегімізді өткіземіз да. Қатар тұрған екі жіптің арасынан өзі көрініп тұр сіздерге. Солай өткізіп отырамыз. Міне қатар тұрған екі жіп. Қатты бос емес, қатты тартпаймыз, керісінше бос саңқырақ қып тоқимыз. Екі жіп тұр ғой бізде. Мінекей, екі жіп тұр, бір жіп, шетінде бір жіп тұр. Осыларды аламыз да, осылай тоқып шығамыз. Тоқылғанда мынандай болып тұрады бізде. Қатты тартпаңыздар. Тартсаңыз сөмкеңіз мүлдем кішкентай болып тартылып қалады. Сондықтан босырақ қып тоқиық. Міне екі жіп тұр, сол екі жіптен өткіземіз арасынан. Мына жерде кішкене кірмеу, ілмектің кіргізу кішкене қиынырақ болады. Ода тұрған ештеңе жоқ. Мен қатты тартып қойыптым деп шошымаңыздар, ода тұрған ештеңе жоқ. Мінекей, екінші қатарға келдік. Қатты бос емес, қатты тартып та тоқмаймыз. Осылай тоқып отырамыз. Осылай. Бұл бізде екінші қатар. Бізге енді тағы да 4 қатар тоқу керек. Сонда 6 қатар осындай. Сөмкеміздің мойны бұл. Қатты аса бір қиында емес. Екінші сол қолыңызды
көмекке шақырып, солмен көмектесіп отырса да болады, осылай. Болмаса, ілмекпен осылай істеп отырса да болады. Өзіңізге қалай ыңғайлы, солай. Мінекей, үшінші қатарға айналдық. Енді үш қатарды оқимыз. Мынау цептегі артық жіптерді көрінбейтіндей қылып кесіп тастаймыз. Мына жерін мінекей артық жіптің ұшын кішкене кесіп тастаймыз. Осымен біздің ракушка сөмкесінің мастер-классы өз мәресіне жетті. Назарларыңызға үлкен рахмет. Табысты болайық.